Менің ойымша кез келген менеджер басшы ретінде адал болу керек, таза болу керек, және алдына қойған мақсаттарын нақты көре білу керек. Және ең бастысы менің ойымша, бұл енді демократиялық қағидаға жатады, ол өзінің қызметкерін тыңдай білу керек. Информбюро отбасылық көруге арналған арна соңғы 2 жылдан бері. Сондықтан ерекшелігі сол, және де 31-ші арнадан бұрқыраған қазақтың иісі шығады. Құпиялар жоқ, менің ойымша бәрі ашық. Бірақ менің бір бабам айтушы еді, пешенеге жазылған бағың болса, тепкілесе де ешкім тартып алмайды деген. Евроньюсті көрем, ал енді Қазақстандық арналарды алатын болсақ, ол Қазақстан ұлттық арнасы, анда-санда Астана арнасын көрем. Енді жұмысты енді бастаған кезінде, осыдан бір 20 жыл, 15 жыл бұрын күнделікті күнтізбеге жазып отыратын. Ертең мынандай жұмыс істеймін, мынандай жоспарым бар деп. Қазір автомат түрде көмекшім бар, бәрін жазып қояды, кездесулер болады. Әрине, күнтізбемді тастамаймын, аптасына кем дегенде 10 шақты неше түрлі жоспарларды жазам. Орындағаннан кейін оны өшіріп тастаймын міндетті түрде. Орындалмағандары мөлшерлемей тұрады. Яғни ол менің мойнымдағы бір салмақ болып тұрады. Жақсы журналист болам десе, ең алдымен тоқтамай, жалқауланбай, күні-түні жұмыс істеу керек. Ал ондай жұмыс істеу үшін ол өз жұмысын сүю керек, жақсы көру керек. Сол кезде ол өзінен өзі шыға келеді. Басқалардан жақсылықты көбірек үйреніп, анаған ұқсақ болам, мынаған ұқсақ болам деп қорықпай, подражать ету дейді ғой орысша. Соған ұқсасаң да ұқсай бер. Бірақ жұмысын алдыға тарта берсе, алдыға баса берсе, сол саған жақсы. Плагиат дегеннен қорықпау керек. Неге десең, бұл өмірде жаңадан бір велосипед ойлап табатын тек қана генийлер, таланттар болатын болса, олар бұрыннан бері ойланып тауып қалған нәрсені жаңаша қылып шығарады. Талант деген сол меніңше.